Көлік терезесін сындырып қоқан лоқы көрсеткен жүргізуші ұсталды. Жолда бөлісе алмаған көліктердің бірінің жүргізушісі екінші көліктің алдыңғы шынысын теуіп сындырады. Кейін оң жақтағы терезені жұдырығымен шағып, жүргізушіге қоқан лоқы көрсетеді. Аға, қойшы, аға! Бұл видео әлеуметтік желіде көптің ашуын тигізген. Видеода әйелдің көлік ішінде бала отырғанын айтып, айғайлаған дауысын да естуге болады. Полицияның мәліметіне сәйкес, ер адам ұсталып, тергеу де басталып кеткен. Жамбыл ауданының полиция қызметкерлері күдіктіні ұстаған мәлімдеді. Ол Алматы қаласының 1993 жылы туған тұрғыны болып шыққан. Айта кетсек, дерек Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 293 бабы 1 бөлігінде көзделген қылмыстық құқық бұзушылық белгілері бойынша бірден аудандық полицияда тіркелді. Сонымен қатар бұзақылық фактісімен түпкілікті іс жүргізу шешіммен қабылдау үшін тергеу шаралары қазіргі таңда жүргізіліп жатыр. Ал жәбірленушіге сот медициналық сараптама тағайындалды.